Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерге салат жапырағы туралы қысқаша мәлімет жасай кетейін. Салат жапырағының медицинада пайдасы өте зор. Мысалы, айта кететін болсақ, салат жапырағының құрамында калий, кальций, темір, йод, мырыш, минералды заттар өте көп. Ол адам ағзасының жүйке жүйесін тынықтандырып, ұйқыңызды жақсартады. Адам ағзасындағы тұздың мөлшерін реттейді. Ол сонымен қоса салат жапырағының құрамында каротиноид көздің көруін қабілетін жақсартып, қараға көруге ықпал етеді. Терінің саулығын сақтап, аллергия деген атты жаман аурудан сақтайды. Салат жапырағын қолданбас бұрын ең алдымен мұздай суға осы ас содасымен бірге жарты сағат немесе 1 сағат қойып қойсаңыздар, нәтижесін байқайтын боласыздар. Яғни нәтижесінде құрт, құмырсқа, жәндіктер өте майда нәрселерді байқайтын боласыздар. Сол үшін бейжай қарамай, былай жуа салмай, 1 сағатқа осыны пищевой содаға қалдырсаңыздар жақсы болар еді. Өздеріңіз жасап, нәтижесін байқап көріңіздер. Мен бірге болғандарыңызға рахмет. Қолдап, лайк басып кетіңіздер.